Кафелерден үнемі тапсырыс беретін хрустящий баклажанды дайындаймыз. Ол үшін 2 баклажанды алып, сыртқы қабықтарын алып тастаймыз және 2-ге бөліп 4 бұрышты етіп тураймыз. Туралған баклажанды бір ыдысқа саламыз, үстіне тұз саламыз, салқын су құйып 20 минутқа қойып қоямыз. Помидорымызды 2-ге бөлеміз, рукколаны жуып, керек емес бөліктерін алып тастаймыз. Мінекей баклажанның ащысы шықты. Үстіне картоп крахмалын немесе жүгері крахмалын қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, қызып тұрған майда баклажанымызды қызартып қуырып аламыз. Үстіне сладкий соус, чили соусын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Калехтің творожный сырын қолданып жатырмын. Өзіме қатты ұнайды. Ең керемет, сапалы, дәмі де әдемі творожный сырдың түрі. Қасықтың ұшымен алып, салаттың бетіне қойып қоямыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Дастарханға қонақ келген кезде ыстықтай қою керек, себебі көп тұрса соусты бойына жинап алып, былжырап кетеді. Сондықтан қонақ келген уақытта ғана араластырып дастарханға ұсыныңыз. Осындай оңай және қазіргі кезде хит болып жатқан салаттардың рецептісін менің каналымнан көре аласыз. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз.